Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Қайырлы күн, ардақты ағайын, қасиетті жұмадағы ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Күндердің сұлтаны жұма. Сондықтан жұманың таңы атысыменен Құдайымыздан, жаратушымыздан жақсы ниет тілек жасаған боларсыздар. Қолдарыңыздан келсе шелпек пісіріп, ұлтқа, елге, халыққа, көпшілікке, соның ішінде өздеріңізге дұға қылған болсаңыздар, дұғаларыңыз қабыл болсын. Жұма таңымен таңғы шапақпенен ерте тұрып, қайыр садақа беріп үлгергендеріңізге Алла садақаларыңызды қабыл етсін. Алматы қаласындағы Нұр Мубарак университетінің құрылысы аяқталу үстінде бұйырса, соған қайыр садақа беріп үлгерсеңіз, бүгін қасиетті жұмада сауабыңыз еселенетінін тағы да естеріңізге саламын. Алла разы болсын. Баршамыз жақсы сауапты амалда болайық ағайын. Америкадан салам алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракату. Амин, 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 дұғаңыздан айналдым. Аға, шаршап кеттім, күйеуім түсінбейді, жалғыз жүрген адам сияқтымын, ажырасқым келеді дейді. Ажыраспай тұрып жалғызсың. Енді ажырасып кеткеннен действительно жалғыз боласың. Әкесіз жетім, нағыз жетім дегендей, шешесі өткен жетім, жарты жетім дегендей, сен полный круглый жалғыз боласың ол кезде. Қазір хоть 1,5 болып тұрсың. Күйеуің жарты болып тұр, сенмен қосылып, сенмен 1,5 болып тұрсыңдар. Полторашка болып тұрсыңдар. Сондықтан полторашка болып жүре бер жаным. Кішкене шыда. Түсінеді, уақыт керек, адам жеңеді. Ашуға қуа берсең, бір кенде реттей берсең, семьяңды бұзып аласың алтынан. Басқа ешкім саған жақсылығын алып келмейді алтынан. Сәл сабыр ет. Мына кей кезде неге осыны айта береді деп айтады ғой, неге шүкір ете беремін, неге мен сонда бүгін көрмеуім керек деген сияқты. Адам шүкір етсе, шүкір ететін нәрсесі тағы көбейеді. Ол қағида. Сен барыңа бір нәрсеңе шүкір еттің бе, тоба дедің бе, Құдайға шүкір, елдің байы да жоқ. Сен хоть байың бар ғой. Мейлі сен түсінбейді, зато қасында күйеуің бар. Біреудің вообще ешкім жоқ, түсінесің ба? Жалғыз өзі, үйі бар, квартирасы бар, машинасы бар, жүретін жігіті бар, қыдыратын біреу бар, бірақ түнде жататыны бар шығар оның да, бірақ оянатын қасында ешкім жоқ. Ертең қартайғанда қасында қалатын адамы жоқ. Түсінесіз ба? Сізде Құдай соны беріп тұр ма? Соған шүкір ет. Сондықтан шүкір етсен, Алла тағала көбейтеді жаным. 2 ай алдын анам қайтыс болды. Киімдерін не істесем болады? Алатындар алды, қалғаны қалды үйде. Өзің кию керексің алтыным. Сен кимесең мамаңның киімін басқа кім киеді? Өзің ойлашы. Біреудің киімдеріне біреудің жаны аши ма? Жоқ, ашмайды ғой. Сондықтан қазір киімменен таң қалдырмайсың. Ол тұрмақ менің өзімін қара, бәленбай шапаным бар, моднеймін. Сол сияқты ғой. Адам біреудің киім біреу кие ма жаным? Ең дұрысы өздерің киіңдер, Бірнеше жыл бұрын анам қайтыс болды. Біздің үйде бір Құран кітап бар дейді. Біраз қари оқыған кісілер оқи алмады, соны қайда оқытса болады дейді. Мешітте. Қайда ол Нұрлан аға? Оу жаным, мен бір сұрақ, ютубта бір нәрсе көрсең реклама шығады садақа деп, неге олар помощь деп орысша деп жатады, кешірім сұраймын дейді. Олар алаяқтар бәрі, мошенницалар бәрі. Маған да шығып тұрады, мен блокировать етіп үлгере алмай жатырмын. Сондықтан ондайларға біреуіне де бермеңіз. Ұстаз, менің келіншегіммен ұрысып қалдым дейді. Үйіне кетіп қалды. Не істесем болады? Барып алып кел, жалынып. Ашуың басылды ма, кешірші деп гүлмен бар. Үлкен гүл ал, қарыз. Компанияларын реклама етпек қойын, гүл сататын компаниядан қымбат гүл ал, қарызға батып гүл ал. Барып ал да, аяғына ана Пугачева Алла Борисовна деген бар, ана қазір Израильде бір жақта жүр. Сол сияқты миллион алых роз деп айт, караоке қосып тұрып. Бүкіл соседтер көрсін. Содан кейін ана орысша бір өлең жаттап ал тағы да. Я люблю тебя до слез деген бар. Соның бәрін айтсын келеді. Ұялат, қойш, кет. Барасында қарап тұрады, жынданады, сен күледі, сен бәрі айтады, жынсызын ба, мынандай бай қайдан табасың дейді. Сен ойланып тұрасың, келеді бәрі. Сен ең соңында кешірші мен деп микрофонмен бәрін айт. Қайт болды де. Степан деп айғайлаған сияқты, айғайла. Аты кім еді, атының сол келеді. Жақсы болады. Кешіреді, әйелдің көңілі кең. Әйелдің көңілін Құдай сонда эмоция көп берген. Содан подход жаса болды. Содан ешқашан ұрыспа, боқтамайды. Осыдан ұрмайым сені, ұрыспайым, боқтамайым, кешір мен деп, кішкене на колени тұр.
адаммын менде. Жақсы болсаң, сен дәуін өліп қалатын ең. Сен өлмей жүргенің кішкене қателігің бар. Бәріміз пендеміз, сол. Реклама, садақа деп сіз шығарсыз ғой, бер, қабыл болсын. Қайда олағанға айтса бер. Қызым құлап больницада жатырмыз дейді. Алла жеңілдік берсін. Шүкір, жақсы қазір. Алтын сырғаларын жоғалтып алдым. Іздеуге көңіл күйім де жоқ. Барлық жамандық сонымен кетсін деп қойдым дейді. Енді бопты енді, мейлі. Бес вақыт намазымда Фатиха, Ықылас, Нас, Кәусар, Фалақ, Аср сүрелерінің басқасын жаттап оқысам бола ма дейді. Болады. Күшті болады жаным. Ассалаумағалейкум, бір сұрақ болып тұр. Аяғы ауыр келіншек садақаға барғаны дұрыс бола ма, жаназақ емес дейді. Енді былайға барса, елдің бәрі қарайды, ой, көтеріпті ғой, көтере алмай жүреді. Мына ұлтыва де, деп бәрі айтып көз тиіп қояды. Сондықтан ұзын көйлек киіп барсын. Егер барсығыз кеп қалғын шығарып тұрса, лажы келсе бармай қойсын. Ауырып жатыр едім деп қояды, болды. Сен бара беріс, әйелің қайда десе, бәрі сұрап, соседтің бәрі сұрап, қатының қайда десе, ауырып жатыр де. Болды, сонымен болды. Енді ауырып жатқан рас емес қой, өтірік емес қой. Сен кейін аяғы босанғаннан кейін көріштер, аяқ қол жеңілдегеннен. Күйеуім кет дейді, мен кетпеймін. Кет дегенде ит те кетеді дейді, ұят екен дейді. Өзің кетті. Сен бала тумағасың өзің ішті. Бір-екі бала туғаннан кейін өзің кетті. Далаға сумкасын лақтырып жібер. Кетті. Өзің кетті. Саған кет десе, ол балконға кет деп жатыр. Далаға тұра тұршы деп жатыр. Мешет етпей арып кетші деп жатыр. Кішкене солай армандап жатыр өзі. Тоқалалғысы келіп жатыр. Сондай мына қазір шілде шығар кезде сондай ауру келеді өз еркектерге. Бір тоқал армандап, сондай болып, біреудің қатыны жақсы көрініп, өзің қатыны бабай көрініп, сондай болып қалады. Кішкене шыдай тұр сен, өзің кетеді дейсің оған. Кет десе кете қалмай сенде. Қияли адамдар туралы не дейсіз? Енді әртүрлі адам бар ғой, жаным. Елдің бәрі сен сияқты болу шарт емес қой. Елдің бәрі мен сияқты болу шарт емес. Екеуміз де ол сияқты болу шарт емес. Сондықтан әркімнің өзінің түсінігі бар, ойы бар. Оларға дұрыс қарау керек. Мына бүгін жұмаға барсаңыз, жұмада тақырып әділеттік туралы болады. Әділеттікті қашан орнатамыз? Зұлым болмағанда орнатамыз. Зұлым әділеттікті жеп қояды. Қанша жерден әділетті болсаң да. Енді бұл не үшін айтып тұрмын? 3 түрлі зұлым бар, 3 түрлі қарыз бар. Бұл дүниеде көресің. Сен біреуді қияли, жаман, оңбаған, күнәһар, адасқан, тағы бір бәлелермен жамандап айыптадың ба? Сенің өзің, сенің тұқымың соныңдай қиянат көрмейінше, плюс сен айыптамайынша біреу, плюс сен айыптаған адам көтерілмейінше биікке, сен өлмейсің. Бұл қағида. Сондықтан біреуге ондай айтпай, ол қияли бола ма, Құдай біледі ғой, оның басында қандай қайғы тұрғанын білмейсің сен. Мысалы, қазір осы жерде біреу сұрақ қойып жатыр, саған қарағанда күлкілі сияқты. Бірақ оның басында қандай уайыммен қойып жатқанын сен білмейсің. Қандай аурумен қойып жатқанын білмейсің. Қандай мұңмен отырған адам бар осы жерде, білесің бе қазір? Әшейін бүйтіп тірі емес, тірінің ішінде емес, өлік емес, өліктің ішінде де емес. Бүйтіп отырып, не жеп, не ішкенін білмеген адам отыр. Сен қияли деп оны мазақтап отырсың. Ол Құдай біледі. Дәл соның басындағы қайғы сенің басыңа түссе, сенің балаңның басына түссе, қалай сайлайды екенсің сен? Қалай көзің оянар екен? Айтпа алмай, мына ауызға бір елі ауыз, өзі адамның ауызын айырса мынандай болады бар болған. Сол қазақ айтқан, бір елі ауызға екі елі двойной қақпақ қой дейді. Керек жоқ, не аласың? Керек жоқ. Күйеуіммен көп ұрсамыз, ажырассақ па, 2 қызым бар дейді. Сен 2 қыздан тағы да бала болсан, тағы да бір 3-4 бала ту. Сөйтіп жүргенде үйленіп кетесің жарым. Ажыраспа. Өзі қатырасыңдар, 2-3 бала туып алып ажырасам ба. Болды енді. Енді поздно, енді вообще ажыраспа. 2 баламен қиындау ситуация. Болды жаным.
Соған үйренген жауап шыққанға оңай. Сол амалын тап, алда, жаңағы айласын тап, сен жақсы де, кейде кетіп қал, кішкене біраз уақыт далаға, ашуланып жүріп қайт. Аға дейді, әдемі отырсыз, рахмет, рахмет. 40-қа таяндым дейді, күйеуіме сөз қайтару пайда болып жатырмын дейді. Мына жерде вампирский тістер шыққан саған уже. Ол да бағдаяғыдай емес, шаршап қалғандай болды, сынды ол же. Ауыра береді, болды кетті одыңда, кішкене қалды же. Жыным ұстайды дейді. Қыздар уақыты келеді екен, солай ма? Келеді ғой қыздардың уақыты. Мына жерден вампирский тістер шығады. Бірақ кейбіреудікі сразу шығады неден. Енді сен кішкене былай шыққан екен, бүйтіп тістеп көресің ғой, тістегенде уже бүйтіп былай ай дейді, өзі сигнал береді. Сол кезде жақында қапсын ғой сорлы дейсің. Соны сковородкамен басына бұрғасын, сонымен нормальный болады. Көрсетемін саған деп. Кішкене шыдағанның бұл саған подаркасы. Сен отырады алдында, чай шейікші, атың кім еді сен? Деп сөйтіп айтып отырады. Жақсы болады. Саламатсыз бы, чоң күні қылса не қылыш керек, дуа бар бы дейді. Дуа деген бір миск қатары, яғни атыр қатары, жіт қатары че. Ошы жітті алып сен ментеп алып еле сүркеп қойсаң, аябай еле оқымыш жіті болса, машалла. Денеңші, денең гир еле. Гир денеге аты жағауы, жақпайды да. Гирді жуыш керек, самын керек. Ошо самын менен жууп, гирди кетириш керек, пилин кылыш керек, баняга барыш керек. Ошо жытты жагып агасың, ягынан башка эле жыт чыгып атат. Келбейт да. Ошон үчүн дуа деген ошону күнөө кылдыңбы, сага дуа керек жок, сага тоба керек. Кудайым ушундай күнөө кылдым, мени кечирин деп истигфар керек сага азыр. Азыр истигфар айтасың. Андан кийин Кудайдан кечирим сурайсың. Андан кийин өзүңө карар кабылдайсың. Кудайым энди барбайм. Кылым өтсө да барбайм. Эми эч кандай күнөө кылбайм деп. Ошо күнөө боло турган жайда сен көрүнбөй турган болосуң. Эми сооп болгон жерде сен чыкпай турган болосуң. Андан кийин Кудайым буйрса, тобаны өткөндөн кийин аябай ыйлайсың, андан ыйлаш керек. Ыйлап бүткөндөн кийин андан кийин унутпаш керек. Ошону мээңде кармап туруп дуа кылсаң, эми дуа өтөт. Тахаджуд намазында қандай сүре оқыса болады? Білген сүреңізді оқи беріңіз. Кішкентай шыдап алдау керек болды, сенікі дұрыс деп, иә? Жо, совсем алдама көрек, совсем алдаған дұрыс емес. Алдаған дұрыс емес, алдаған мошенник боласың. Или мошенница боласың, алдама. Мен күйеуіңді алды деген жоқпын ба? Байыңды алдап, сен басқа біреуге байға тиіп алып, сен де Құдай қой. Алдама күйеу. Күйеуді алдаған жақсы емес. Бір-біріңді алдамаңдар. Өзі алдап біттік қой өзі. Бастықтар бізді алдайды, біз бастықтарды алдаймыз. Әйел байын алдаса, бай әйел алдаса, балалар әке-шешесін алдаса, әке-шеше балаларын алдаса, өз кім қалды, өз мошенник болмаған. Қой. Олай жасама. Алдама. Бүкіл бәрі өтірік айтса да сен айтпа. Қорғасын құйдырамын деп едім, ұлыма ит қуалап шошынып қалды, болама ширк деп жатыр адамды, ширк болмайды, дұрыс. Как открыть финансы? Они у меня закрыли. Закрыты, сказали. Финансы закрываются путем греха. Надо покаяться. А ни один человек не откроет вам эти финансовые ворота. Там, не знаю, какой-то шпагат надо, какой-то метод надо садиться, ноги раздвигать. Чем выше, тем лучше. Двигать, как говорится, одним местом, пятой точкой, финансы не откроют. Там что-то другое может открыться, но точно финансы не откроются. Это гарантия. Поэтому уже это испытано на людях. Не на мне, конечно, на людях это испытано. Поэтому там другие моменты могут открыться, конечно, могут болезни открыться, какие-то, что-то может выделиться, но точно финансы не откроются. Поэтому не надо ничего делать. Только просите Аллаха, труд к всему ключ.
менің жұмысқа кіруім мәселе болып тұр. Маған көз тию мүмкін бе? Әлде көре алмайтын адамдардың сыртымнан жолы болмасын деп оқытылуы мүмкін бе? Осы бүкіл Қазақстан бар ғой, қолы бос емес осыларша. Сен оқытумен отырмыз да бәріміз. Сен атың кім еді? Тоқтай тұр. Ақерке семен отырмыз да бәріміз. Ақеркенің жұмысы болмаса екен де бүкіл Қазақстан, бүкіл подружкалар, бүкіл ел отырып алып сенің жұмыс болмаса екен деп бәріміз оқытып жатырмыз сені ше. Сенен басқа жұмыс жоқ Қазақстанда ше өзі. Сондықтан ондай қойсаңыздаршы. Мен оқытып тастады, мен оқытып бастады. Что-то не так қарап еді ана подружка, сол оқытып тастады, соседка оқытып тастады. Бар ондай нәрсе, мен жоқ демеймін. Бірақ енді совсем бүйтіп айландыра берме. Өзіңді оқытуға келесің. Ол сені оқытады, сен молдаға барып оны оқытасың, соң сені оқытасың. Өмір оқытумен өтіп жатыр. Жұмыс төмен өтіп жатқан жоқ, оқытумен өтіп жатыр бір-бірімізді. Алдыңғылар 300 мың алып жатыр оқытуға. Қойшы айналайын. Кішкене былай проще жүрсің, Аллаға тәуекел ет, я Алла де. Бүгін болмаса ертең болады, бүгін ертең болмаса арғыны болады. Құдайдан үмітіңді үзбе. Бір есік жабылса, бір есік ашылады. Алланың өмірі бар ғой, Құдайға шүкір. Совсем жауып қалған жоқ қой сенде. Мені көріп отырсың, оның өзі бір жақсылық. Даусымды естіп отырсың. Ол біреу саңырау, біреу меңіреу, біреу көрмейді, біреу ауру, біреу кредиті бар, біреу бір нәрсе. Проблемасы. Сен отырсың спокойно. Бір жағы жауып қалған бір есік. Хорошо, екінші жағы ашылады. Жауып қалған есікті қаттырақ бір тепсең ашылады ол да. Фанера ғой. Уайымдама. Просто қаттылап тебе алмайсың сен. Дұғаменен. Балам Иегова куәгерлерін тыңдап, исламнан алшақтап кетті, қайтаруға бола ма дейді. Охо, болады. Үлкен проблема. Үлкен проблема. Бұл үлкен секта. Біздің қоғамымызға алып келген қасірет. 1950 жылы Чарльз Рассел деген азаматтың түртпегіменен үлкен белең алған. Сол 50 жылдан бері әлемге тарап, өзінің ықпалын өте қатты жүргізіп келеді. Бұның біздің ұлттарымыздың көп азаматтары кесірін тартты. Әзіргі таңда Қазақстан Республикасының дін заңы бойынша бұларды біраз шектетті, десе де күшейіп тұр. Біз ана бір-бірімізді молдаларды аңдып, бір-бірін аңдып жүрген ұстаздар қазақтың баласын сондай діннен теріс ағымнан оқу, білімді көтеріп, сонымен алысудың орнына біздікілер Нұрлан имаммен алысып бәрі өлетін болды. А деп айтты, Б деп айтты, М деп айтты деп. Қазақтар бір-бірін жұқып, бір-бірін дінсіз қып, бір-бірін тәңіршіміз деп, бір-бірін сүйреп, бір-бірін атеистпіз деп, одан қала берді Иегова куәгерлер болып жатқанда, қаншама жалаңаштанып, ұятсыздықтар болып жатқанда, оған біздің көп ұстазсымақтардың уақыты жоқ. Олардың барлығының уақыты менімен алысу. А деп айтайын, біразын соттап, біразын оттап, әйтеуір біразын аузын жапсыз үлгеремей жатырмыз. Біреуін жапсаң біреу шығады. Сондықтан бәріміздің мақсатымыз ұлтқа қызмет ету керек болды. Күйеуім жалғыз бала дейді. Енеме, күйеуім Астанаға көшейік десем көшкісі келмейді. Қалай көшіруге болады? Шымкенттікіміз. Қыздарын Ташкентке ұзатқан дейді. Соларды көрмей қаламын дейді. Атам көшеміз дейді. Түнгі 2:30-да айта бересің. Соң болып қалар еді. Құдайдан сұрайсың, күйеуіңді айландырасың дегенім ғой енді. Атаң көніп тұрса, күйеуің көніп тұрса, 2 на 2 болып тұрсыңдар, соң енді мамаңа жақсылап қызмет қыл. Күнде миын жіберме бірақ, айт түсіндір, қызмет жаса. Енді ол да қызын қимаған сияқты, онда түсінуге болады о кісінде. Мен намазда күйеуімнің иманға білімін ашшы деп тілеген едім, намаз оқып Құран білімін алып кетті дейді. Машалла, дұға қабыл болды. Енем өлді, қарадым, нәжісін жудым, күйеуім ұрады деп шағыстырған бауырларына қайын әпкем үйден киімді жыртып ұрып қуып шықты. Енді күйеуім ғана келмеді, екіншісіне жүктімін, қосылғым келмейді дейді. Өзі ойың шатасып кеткен ғой. Енеңнің өлгенін міндет қылып, енді өліпті, жұмыс істеген екенсің, біреуді жуған екенсің, енді жудың сауабын алдың ғой. Енең беру керек па саған, енең баласы қайтару керек па? Значит, сен мақсатың дұрыс болмаған.
Адам кез келген істі істегенде, мейлі қайыр, жақсылық адамғаша, адамнан үміт етпесен. Мен мысалы енемді қарадым, оның баласы сенің байың саған қарау керек деген сөз жоқ. Ол дұрыс емес ол. Сенің мамаңды қарадым деген сөз дұрыс емес. Сенің бауырыңды қарадым, бауырыңа чай қойдым деген бола ма сол? Штанын жудым деген. Жоқ, сен Алла үшін істе, жауап Алладан болады. Бұл бір айналайын. Екіншісі, өлген адам несін айтасың, айтшы. Сен енеңнің жатқан кездегі штанын жуған екенсің, сен жатып қалып, сенің штаныңды кім жуатын білесің ба? Сенің тағдырың қандай болатын Құдай біледі. Енді өткен адам, топырағы кеуіп кеткен адам жатсын да, енең бола ма, кім бола ма, тыныш қабірінде. Нең бар ода, айтшы. Енді істедің, Құдайдан қайтады, Құдайдан үміт ет, өзің бала шағаң бар, міне ішіне жүктісің, соның жақсылығын көрейін деп сұраса, сен мына түріңмен балаларыңнан да жақсылық көре алмайсың. Неге? Ананы жиі берсең, денеңдегі дақ кетпейді. Сен көйлегіңді жуып тазала, ішіңді тазала, саған керек жоқ, өтті кетті, ол ақымақ болды, түсінбеді. Сен үйте берсең, өз-өзіңді денсаулығыңды құртасың, басқа күнәларға барып, басқа бір артық сөздерге баруыңа себеп болады. Алтыным, молодессің, жасаған еңбегің зор, жаңа айтқан нәжісін жудың, сауабын алдың, болды. Енді алдыңдағы өміріңе сол саған нұр болып келсін. Болды, қоя қой енді. Кім кетпеді, кімнің жақсылығын кетпеді. Мен баяғыда бүйткем, баяғыда сөйткем дегенмен өмір сүре берсең, алға жылжымайды адам. Бір орында қазбалақтап тұра береді. Түсінесіз бе жаным? Сондықтан керек жоқ, өткен өтті кетті, болды, өткенге салауат. Алла берері таусымасын, әлі берері бар. Ал енді күйеуің қосылғысы келмесе қалай көбейіп жүрсің, мен түсінбедім. Келінді қалай тәрбиелесем болады, сәлеметсіз бе? 1-2-ге дейін ұйықтайды, бірер болмайды түскеніне дейді. Бір ай болмады түскеніне дейді. Тәрбиелемейсіз. Ол келін сізді тәрбиелейді. Келінді тәрбиелейтін адам оның қойнында жатады. Сол тәрбиелейді. Сіз оны тәрбиелей алмайсыз. Ол готовый келген. Қазір сіз тәрбиелеймін деп, ол ертең кетем деп бас құтырса, аузынан шықса, соң балаң со келінге қарай жығылса, жай бет емес, қара бет болып қаласың. Қара бет емес, әйелі келін күшейіп кетсе, ұрып тоқпақтап, сізді жара бет боласың. Соқтан не керегі бар? Өзі көріп тұрсыз ғой, сөзің өтпей жатыр, тұрмай жатыр, өзі ұялмай жатыр. Ұялмаған кезде мен ұялым керек. Болды. Балаңа комфортный ма? Балаң комфортный өмір сүріп жатыр ма? Екеуі жақсы ма? Болды, не қыласың? 11-ге дейін жата ма, 12-ге дейін жата ма? Енді амал жоқ. Қазір екеуін шағыстырып, сенің қатының оңбаған, сенің қатының оңбаған, чай қоймайды маған, 11-ге дейін жатады, 12-ге дейін жатады деп қырғын шығара берсең, балаң әйелін ұрады. Айтып берейін, сценарий екеу болады. Балаң тұрады да боқтайды. Боқтағаннан кейін әйел оған сөз қайтарады. Сөз қайтарғаннан сен мамаң өз осындай, неме шай қойып сөз қойса қол сынып қала ма деп айтады. Сен қалай сөйлейсің дейді мен мамама. Ол айтады, енді рас қой, мамаң инвалид емес, аурың ба не? Менде мазам жоқ. Ал жатқың келді, не істейсің ал дейді. Сонымен екеуі қырылысады, соң балаң әйелді ұрады, боқтайды, әйел ұр дейді. Бір ұрады, бір ұрғаннан кейін еркек ұстай алмайды тормозын, содан кейін тағы ұрады, соң полиция келеді, оның құдалары келеді, соң кім қара бет болады? Сен қара бет боласың. Бұл бірінші сценарий. Екінші сценарий бар. Айтып берейін онда қалай екен. Қызық па? Екінші сценарийді? Жоқ, бірінші сценариймен тоқтайсыз ба? Басынан сол бірінші сценарий жүреді. Екінші сценарий де бар. Оны кейін екінші частьты айтып беремін. Мен видеомды қиып салып қоятындар бар, соларға екінші частьқа салып беремін. Сәлеметсіз бе аға? Кеше ағамның қайтқанына 20 жыл болды. Соған Құран бағыштай аласыз ба жамағатпен? Алла рахматын алсын. Аға, сүннетке отырғызу жайлы айтыңызшы, өтініш жасы құрбандық шалу керек па? Жоқ. Керек жоқ. Екі уақыт намаз оқып жүрмін. Кірпік жасатуға бола ма? Екеуін оқып жатырмын ғой енді. Арнасында арақ ішіп қояйын енді. Екеуін оқып жатырмын ғой енді. Не болды? Кішкене өсек айтып қояйын енді менде. Күнәдан. Анда-санда виски ішіп қойсам болам. Анда-санда ішіп қойыншы. Намазын оқып жатырмын ғой зата. Как будто мен үшін оқып жатқанда айттың ғой сене. Оқып жатырмын ғой сен үшін не енді? Маған бәрі сен оқисың ба, оқымайсың ба? Құдай үшін оқисың.
тырнағымды жастатпасам мен не бар деді. Онда тұрған не бар енді, намазында оқып жатырмын ғой деп. Қатырасыз. 40 жас тойлауға бола ма? Жоқ. Адамға деген өкпемді қалай жіберемін? Ренжігім келмейді, бірақ кеудемде бір нәрсе ұстап тұрады. Оны тәкаппарлық дейді, оны кібірлік дейді, менмендік дейді. Соны кетірмейінше сен адам жібере алмайсың. Сол дақ болып тұра береді. Жол ашу деген не? Жол ашу деген бата алу. Бата деген жолыңа мотивация. Жұмысқа саған қарқын, алдыңа мақсат, бата аласың да. Үлкен адамның батасын алып, сол бата саған дух береді. Қаны балам, жолың қолыңды аш дейді. Соңын аласың. Ана бастық үлкендердің емес, звездалардың емес, маман папаңның ал. Мама папаң батасы 100% өтеді, еще бесплатный. А звездаға барасың, маған келесің, мен сені ақша аламын. Көрдің ба? Еще өзің қарсың, еще маған ақша бересің. Зачем? Атадан кім бесплатно ал? Соның батасы саған ең үлкен мотивация. Жолыңды ашады. Қазір балаға дем салдыруға барсақ бола ма? Жоқ, болмайды. Қазір біріншіден қолым бос емес, екіншіден жұмаға дайындалып отырмын, үшіншіден жұмадан кейін менде жұма намазым бар халықпенен, 3000 адам тыңдайды. Одан кейін барып жұма намаздан кейін радио, Жібек Жолы радиосына сұхбатым бар. Одан кейін жарты сағат демалып аламын да, обедімді сол кезде ішіп аламын сағат 4-те. Содан кейін кешкі сағат тағы да тікелей эфирім бар. Жұма күні мұрныммен жерге шаншылып құлайып шаршап тұра алмай. Өзім сапардан келдім қазір ғана. Көзім сібәрең отырмын. Өзім ісіп, өзім самолетте бүйтіп отырсам, біреуге Нұран аға серт кетсекші дейді. Ауырып отырмын десем, түсім бүйтіп, ренжіп бүйтіп. Ауырып тұрмын, түсінсің ба мен. Қазір көзім бүйтіп пісіп бүйтіп. Мына түні бойы арақ ішкен бе деп айтады дедім. Ода тұрған не бар? Деп бүйтіп маған. Адамдар енді солай. Аға, таңертең үйден нормально шығып, кешке операционный столдан бірақ шықтым дейді. Бір ай болды. Әлі стресс болып жүрмін. Сынақ па дейді. Нормально ғой. Үйден аман есен шығып, елдер қабірге түсіп қалғандар бар. Моргқа түсіп қалғандар бар. А сен қойып больницаға түсіп үйге келіпсің. Құдайға шүкір де. Ойбай, бетім ай, шүкір де. Сен нормальныйсың, сен стресс жоқ сенде. Стрессы бар адам Инстаграмда отырмайды. Сен стрессте отырсың, Инстаграмда отырсың ба? Сенде стресс жоқ, сенде бәледе жоқ ашин. Сенде кішкене ақша керек, саған қыдыру керек. Магазинге барып келсең, кофе ішсең, латте, барып ішіп бүйтіп, айфоныңды көрсетсең, болды, кетеді сенікі. Елдер қабірге түсіп қалғандар бар. Нормально үйден шығып, машина соғып, бір басынан бір бәле болып, біреу ұрып, түрмеге түсіп қалғандар бар. Ол да қиын жағдай. Үйден шығып кетіп, ана билеймін деп біреу сотталып кетті. Сол сияқты ғой. Сенікі хоть нормальный. Құдайға шүкір де. Альхамдулилля. Сонда жеңіл болады. Сонда мына басында проблема стрессті теңел жез. Альхамдулилля деп айтшы. Құдайға шүкір де. Саған жете маған атам ба? Қазір стресстің арқасында мені көріп жатсың, көрдің бе? Қандай жақсы. Саған да жақсы, маған да жақсы. Шүкір. Тамаша. Құдайға шүкір де. Сол кезде шүкір деп айтатын нәрсе көп болады. Мысалы, сен ойлайсың, бірақ нәрсе шүкір етіп деп. Сен бір нәрсеге шүкір десең, ойланып тұрып, тағы да шүкір деп айтқың келеді. Шүкір. Нұрлан имам, сіз де олия адам, мен астағфирулла. Мен жаман молдым, қой, әнтіп айтпа, Құдай сақтасын. Олиялар өліп кетеді. Шын олия болсам өліп қалам, қой. Имам ағзамдай ол. Ошолға қарағаның. Ошол ұстастар болады. Қырғызстандық оштық болады. Имам Сарақси. Өзгендік. Ошо чоң алымдардай болғаның. Ошолардың кетебін оқы. Ошол олиялар деп ошоларды айталы. Бірнеше жыл қайдетті. Жолдасым жұмыс жасамай үйде отыр дейді. Жолдасым жұмыс жасамай үйде отыр дейді. Саған ба, дұрыс айтады. Менің жұмыс жасағым келеді дейді. Кейде оны тыйымдарынан тұншығамын дейді.
значит сен күйеуіңе әлі көңілің ашылмаған. Күйеуіңді ашылмаған сайын сен әйел адам не қыласың айтшы? Жаның рахат емес па? Сен Құдайдан, мен осы сөзімді қиып алып сақ қойыңыздар. Мен сізге ең үлкен даналықтың даналығын айтайын қазір. Барлық келіндерге де, әйелдерге де. Құдайдан қызым жұмыс істесін, қызым мансап иесі болсын деп емес, менің қызым мынандай жерге күйеуге шықсын, мынандай күйеу болсын. Сол күйеу бала жұмыс істеп, менің баламды өлгенше бақсын қызымды, немерелерімді деп Құдайдан соны сұраңдар. Қызым грант алсын, қызым оқысын, содан кейін барып тұрып жұмыс істесін күшті жерде. Сөйтіп күшті болсын. Ең соңында байға тиісін дейді. Мына өтпей қалады ең соңында. Содан кейін ол мына 4 жағымен мына басшы береді байды. Кетші сен дейді. Семья құра алмай қалады, түсінесіз ба? Өйткені мен өзім білем деген болады. Әйел адам еркектің қабырғасынан деп айтылғаннан кейін сол жанында тұрғаны жақсы болады. Еркектің дүниесін тауып, соны жаратқан алып, соны жаратқанға Құдай сондай берсін. Менің қызым тастай барып судай сынсын деген сөз бар ғой. Жоқ, соның қасына плюс менің қызымды асырайтын, бағатын, қадіріне жететін, алақанына салатын маған күйеу бер деп сұраңыздар. Қыздар да сөйтіп сұраңдар. Маған мені бағалайтын адам, мен сүйетін емес, мені сүйетін адам берсін деп сұраңыздар. Сонда қызыңның қасында сол қалады. Түсінесіз ба? Жұмыс кетеді, сұлулық кетеді, бетінде әжім кетеді, талтайып аяқ қисаяды, 60 килограммың 120 килограммың көтеріледі, бәрі кетеді. Сол кезде кімге керек боласың? Түсінікті ма? Сондықтан Құдайдан осын сұраңыздар. Бақ дәулет деген қызға осындай болады. Сіздер ойлағандай емес. Дұрыс, қыз оқу керек. Мен оқымасын деп тұрған жоқпын, тағы да айтамын. Қыз оқу керек, бірақ оның оқуы балаларына тәрбие беру үшін. Міне, күйеу қиналса соған жәрдем беру үшін, болысу үшін болсын. Біздікі бір еркекке тәуелсіз болып байына, екінші еркекке тәуелді болғысы келеді бір бастыққа. Мынау байың боқтаса ұрыспайды, ұрысса да сені жақсы көреді. А бастығың сені жет атаңмен боқтайды, еще тағы бір нәрсе істеп жіберуі мүмкін, зорлап жіберуі мүмкін. Күйеу зорламайды, хоть нормально одан ләззат аласың. Мына жер ләззат аламайсың одан, бастықтан. Ол әбден бетіңе түкіріп кетеді. Сондықтан да харам нәрседен алыс болып, Алла өзі қолдап сені Құдай еркек адал некеге байлап қойған жоқ па? Соның қадіріне жетіңіздер. Бұл ұлы нәрсе. Ұстаз, iPhone 17 Pro Max болып отырсыз ғой? Жоқ. 1 терабайт. 1 терабайт болып отырмын. Сен сол жер қалып қалды. Сен точно диагноз қоймай дегенсіңіз. 1 терабайт деген қалып қалды. Аға, ғажайып бар ма жер бетінде, әлде тек прагматизм пахата ма дейді. Бар. Бір ғалымға шәкірттер келіп айтыпты, бір ғажайып көрсетші депті. Ұстаз, сіз енді бір сондай әулие адамсыз ғой, бір керемет нәрсе көрсетші депті. Сөйтсе ұстаз секіріпті бүйтіп жерден. Спортсмендер сияқты. Не істеп жатыр ұстаз депті. Сөйтсе әулие керемет көрсетіп жатырмын сендерге. Таңғажайып көрсетіп. Не көрсетіп жатырмын? Қарашы депті, күнәм көп, бірақ спокойно көтеріліп жатырмын депті ғой. Сол сияқты Алла аузымызды сайратып қойғаны, көзімізді көрсетіп қойған таңғажайып емес па? Мықты емессіз бе? Құдайдың берген емес пе? Аға, сүндетке отырғызу жайлы айтыңызшы, өтініш, құрбандық шалу керек бе жоқ дедің ғой? Үйді қанша жинасаң да өрмекшілер әлемі болып кетті дейді. Не істеу керек дейді. Базарға барасыз, для пауков, для жучков деген мынандай бір пакетте сатылады порошоктар. Соны алып саба себесің. Мел жәрдем бермейді, мынандай порошоктар бар. Базарда болады, арзан. По-моему, 470 теңге, сондай тұрады. Саудалассаң 400-ге де береді. Соны алып себесің үйіңе. Соның күшті болады. Оны оқып, колдовать етіп, порошокты оқып жіберсең болады дополнительно. Білген сүреңмен оқып, усиливать етіп жіберсең болады порошоктың күшін. Заряжать етіп. Бола береді. Бірақ порошок сеп обязательно. Бауырым қайтыс болды, иманды болсын. Әр жұма жетінен салып таратамын, пайдасы бар ғой, дейді.
бар пайдасы, бірақ одан да пайдалы нәрсе көп. Сіз ол жеті нанмен шектеліп қалмаңыз. Қазір жеті наннан да маңызды нәрселер бар. Мысалы, сенің жағдайың келсе, жеті нан емес, сен 7 мүші күн бер. Жағдайға қарайды да. Бұл пенсионер, жағдай жоқ, простой, орта қазақтар мені тыңдайды да негізі. Сол орта қазақтардың деңгейіндегі әңгіме ол. Ал енді сен байған сайын, сен күшті болып, тоқалың болып, иномарка машинең болып, кішкене мынау кроссоверге жақындасаң, соған сай жасау керек. Саған үшін 7 нан деген ұят болады. Ол жаяу жүрген, велосипедпен жүргендерге 7 нан нормальный. А сен енді жаяу уже Яндекстің бизнесін комфорт плюс заказ берсең, үйің де солай. Комфорт плюс болса, соған қарай 7 нан уже болмайды оған. 7 нан төменде тұратын квартирасы жоқтарға берсе жарасады. Алла сені бай қылды ғой. Сен ұялмайсың ба 7 нан бергенге? Бір күні бір джиппен біреу кепті. Джипі сұмдық, адам көрмеген джип. Мансарайдың бір сұмдық джипі, 6 дөңгелек. Біреу кеп Құран оқытып, сондықтан 6 дөңгелек машинамен кеп, шерпекпен Құран оқытам дейді. Сосын мен айттым, сіздікі ұят дедім, оқымаймын сізге. Неге дейді? Сен мынандай джиппен келіп 7 мүше күн бер, 7 тонна он берсен дедім. Жағдай жоқтарға. Ұялмайсың ба 7 нан? 7 нанды мұғалімде жағдай жоқ, біреу берсе жарасады. Сенші, дедім, сол сияқты ғой. Қайтқан адамның асын 2 қалада береді, сол дұрыс па? 10 қалада бер. Шамаң жетсе 20 қалада бер. Шариғатта ас деген нәрсеге тыйым жоқ. Шариғатта жылдық деген нәрсеге тыйым бар. Түсінесіздер ма? Неге? Жылдық пен астың не айырмашылығы бар? Ас бере бер, күнде оқыта бер, атаңа жарасады. Бүкіл ағайындарын жинап, елді жинап, дәм беріп, бәрін әкемнің досысыз, әкемнің бауырсыз деп, ағайынсыз жаса, ол міне сауап. Біз жылдыққа мәселе исламның түсінбейтін, сіздерге түсіндіре алмайтқан жеріміз осы. Мен түсініп берейінші. Жылдық, сен сонда тек қана санап тұрып жылда бересің, жылды бір парыз қылғаны үшін. Жылдық бермесең, как будто бір 40-ын бермесең, 7-сін бермесең, сен бір ана аруақта теу жібергендей болып тұрасың. Жоқ. Әкең, бауырың, Құран, дұға, асқа күнде берсең де лайықты. Құрметтеуге күнде. Бірақ сен числоға, цифрға байламай бер. Мәселе осыда. Мәселе осыда. Тоқтан бере беріңіз. Қымызға көзқарасыңыз қалай? Жолдасым намазда, бірақ соңғы кезде қымызға бір үйір болып жүр. Қымыздың иісінен спирттің иісі аңқып тұрады. Бұл арақ қосады барлығы. Мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал деген стандартын 100% алған адам болмаса, қалған қымыздардың барлығына арақ қосатындығы интернетте тұр. Сол үшін өзі клиентті жинау үшін аз-аз қосып жібереді. Мүмкін сататындар білмейтін шығар, біреулер үйінен істеп әкеп беретіндерді арақ қосатындығы TikTokта видеосы жүр. Сондықтан балалардың масайып жатқаны бар. Бұл харам бұны ішу. Намазын 40 күнге дейін қабыл болмай қалады. Балам жасы 4 жастан асты. Қазақтарда тақ санда сүндеттеу керек дейді. Сол рас па? Жоқ. Любой кезде сүндеттей беріңіз. Жылдық астың орнына құрбан шалып таратса бола ма дейді. Жоқ. Бұл асты берме деген тағы да сөзім емес. Бұл асқа байланбаңыз. Түпкі мақсаты Құран оқыту болсын. Атақ, абырой, мақтанып, менмін деп көрсетіп, мен жасап жатырмын деп ағайындардың ішіне бөліну. Біздің астар негізі. Астар әулеттің басын жинау керек. Бүгінгі таңдағы астар әулеттің басын бұзып жатыр. Айтып берейін қалай екен. Ана жағдайы бар, ақшаны көп берген адам, ағайынның бір туысы біреу болады, ішінде қызы болады, күйеу баласы болады, білмеймін. Сол бүйтіп тұрып алып тұрып, мен беріп жатырмын деп қалғандарды анау желкелеп басады. Сен неге бермейсің? Бар ана қатының жұмыста, бар чай қой, бар салат тура. Келінің қайда, қызың қайда деп ана өзінше ана мұртын қайырып алып, ақшасын өткізгендер сондай. Бұл дау алып келеді. Бұл ас сауап емес, күнә алып келеді. Ас әулеттің басын қосу керек. Ас атақ пен абыройдікі болмау керек. Ас ағайынды біріктірудің асы болу керек. Астың түпкі мақсаты сол. Сол бірлікпенен jelіп тұрып марқұмға дұға қыласың. Біздікілерше менің достарым келді, бәрі ішіне 50 мыңнан берді деп тұрып тізімге жазып, ол тізімді бүйтіп тұрып оқисың кейін. Міне қараңдар деп. Сөйтіп дұрыс па? Өзі өліп па, әйелінен, күйеуінен ажырап, бауырынан ажырап отқан, шеші баласынан ажырап отқан қалай болады? Сондықтан бұл жақсы емес айналайын.
намазда сүренің реті бола ма, ретпен оқи ма? Иә, сүннет болады. Сүннет болады. Реттілікті бұзбау керек. Құранда өзі қалай түскен, сол реттілікпен оқу керек. Енді екінші бір мұстахабы бар. Екінші рекағаттың, яки үшінші рекағаттың, немесе төртінші рекағаттың аятының саны біріншісінен көп болмау керек. Біріншісінен аз болу керек. Реттілікті соған қосасыз. Қыздың құлағын неше жасында тесуге болады дейді. Қыздың құлағын мамасы біледі. Мамасымен ақылдасу керек. Одан кейін өзі қыз көрінеді. Кішкентай қыз болып өзі көрініп тұрады. Сәпсе мына бесікте жатқан қызды тесіп салған сәл жақсы емес. Өзі бүйтіп қыздық қылығын қылған нәрседі ғой. Қыз сияқты болып көрініп, юбка киіп, етегін жауып бүйтіп, бүйткен сол кезде тесіріп қойсаңыз жақсы болады. Өз қыз екенін сезілген кезде, сен қыз баласың деп сөйтіп беретіңіз. Келесі аптада Астанада боламыз дейді. Алла жолыңыз ашсын. Ұлым оқуға түсті Астанаға дейді. Супер. Сізге кіріп шығып сақ, балама ақылыңызды айтып қойсаңыз, және ұлым барып тұрса болады ма дейді. Әлбетте болады. Келсін маған. Келіп амандасып, жұма сайын кеп қолымды алып, қол бос келіңізде соғып, аға қалайсыз деп сөйтіп тұрса, келген сайын қазір бұрыннан қолымды алған балалар келіп, амандасып үлкен еліміздің атақты қызметкер азаматтары. Алла разы болсын. Сиқыр бар жоғын қалай білуге болады дейді. Сиқыр бар кезде өзің қуасың өзің. Өз көрініп тұрады өзі. Bir türlü боласың. Скорее всего, екі түрлі боласың. Ел бір түрлі болып жүреді, сен өзің екі түрлі боласың, елдің бәрін бір түрлі қылып көресің. Сол кезде сондай болады. Соны сиқырға жақындай берме. Анау болса сиқыр, мынау болса сиқыр, ойпай сиқырлап кетті ол, далбасы нәрсе. Әғуду биллахи минаш шайтан раджим десем болды. Сиқырмен талқандайсың. Бара берме ана 300 мың бер, 500 мың бер, онлайн оқиын, былай оқиын, қатырам деген бәрі алаяқ. Өтірік бәрі. Мошенник бәрі. АФН деген бар, финмониторинг. Бұрынғы финполиция немесе қазіргі антикор, солар занимация етіп жатыр. Бәрімен қамайды бәрін. Бәріне штаб төлетеді. Кішкене қалды, шыдай тұрсын. Қояма деп күтіп жүр, қоймай жатыр. Қоймаса заңменен жауап береді бәрі. Балаларым сізге ұқсаған иман жүз астапырлы. Сіздер имам ағзамға неге ұқсатпайсыздар? Мәшһүр Жүсіпке неге ұқсатпайсыз балаңызды? Құдай-ау, балаң имам ағзамдай болсын да, балаң Ахмет Байтұрсынұлындай болсын. Көп аты айтылмай, тарихта жүздеген баланы қолымен оқытуға себепкер болған Ғани Мұратбаев деген азамат бар, қазақ тұлғасы. Неге сондай olmaysыздар? Неге мен бір шала молдамын өзім әрең жүрген. Әшейін неге шығып кеттік та сондай болып қалды енді. Алланың бір қалауы шығар енді, мен шығам деп шыққан жоқпын. Бірақ сондай ұлы тұлғаларға елестетіңіз балаңызды. Жүктімін дейді. Алла сүріп ұйықтамаймын, отыра алмаймын. Аяқ ауыр солай болады. Первородқа шығарсың сен. Первородқа сондай болады. Өз бір түрлі болып, сен екі адамсың қазір. Ішінде тағы бір адам бар. Сол босанғанша сондай болады. Әбден бытшытың шығар. Сондықтан солай болады. Әлі сен не жоқ сенде әлі? Токсикоз жоқ. Әлі токсикоз бар сенде. Кішкене шыдай тұр. Өтеді бәрі. Алла жеңілдігін берсін. Сол дұғаларды оқи бересің. Досым бақсыға барып емші дейміз ба, сондайға барып 70 мың беріпті. Бір ай емделіп келді, сол дұрыс па дейді. Өзінен сұрамайсың, мен 70 мың берген ол. Екеуміз қиналамыз қазір 70 мың үшін. Не керек барам? 70 мыңға жаның ашып тұра сен. Саған бермеген. Не қыласың, өз білсін. Бірақ әлбетте енді сәл. Сіз Астанадасыз ба, қалай табамыз? Алисадан сұрасаң, Алиса точно айтып берді, қайда екен. Аға, бәріне шыдам керек деген дұрыс бар дейді, әлбетте. Сабыр түбі сары алтын дейді.
кішкене шыда. Анау ашуланып жынданып тұрады ғой, күйеуің, әйел болсаң, әйел болса, әйелің жынданып тұрса, еркек адам. Кішкене қатынмен қатын болмай, аузыңды тауып, жаным дейсің, болып бітеді мәселе. Үлкендер ұрысып тұрғанда, сіздікі дұрыс десең бітеді мәселе. Жоқ, не істейсің ал сен маған десең, ары қарай көтереді. Намазда да сабыр керек, оразада да сабыр керек. Өзі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху айтқан өмірдегі барлық қағиданы қамтыған. Соның біреуі әд-дину нисфайни. Дін екі-ақ бөлім деді. Екі-ақ нәрсе. Екі бөлім, екі сынып, екі бөлік. Нисфу шүкір, бір жартысы шүкірлік деді. Уа нисфу сабыр деді. Екіншісі сабыр деді. Бұл сабырдан артық нәрсе жоқ жер бетінде. Мен басыңды ұрып, тоқпақта өлтіріп атса, сабыр қыл деп атқан нәрсе емес ол. Ондай кезде сабыр қылмайсың, қашасың ол кезде. Мен сабыр деген нәрсе, кейде бір өзіңді ұстамдылық, намаздың өзі ұстамдылыққа үйретеді. Ораза, сабыр қаштықпен адам тәрбиелемей ма? Сондықтан тәрбиелеу бұл. Алтыным сол. Өзіңді ұста, тәрбиеле, жақсы болады. Түбі жеңіс болады. Мен түрмеге барам, түрмеде дерлігі сабырсыздықтан түсетіндер. Мен ұрды, боқтады, шешеңдеді, әкеңдеді, сонымен өп шақтықтым, өлтірдім дейді. Сен 18 жылға сотталдың. Не пайда? Кім жынды болды? Сен жындысың. Сондықтан, сабырлық. Көріп тұрсың, жынданып тұр. Жынданып тұрған сен демей-ақ қой, болды. Екі отты отпен лауламатпайды ғой, отты сумен басады, су керек кішкене. Сондықтан су болса жақсы болады жан. Жүктімін, 7 ай ұйықтамаймын, Алла сұрам көмектесіңізші дейді. Сен былай қыл. Телефонына қазір эфирден шықты, 103-ті набирать ет, скорыйды. Осы мен маған айтқанды скорыйға айтсаң, скорый саған укол салып береді. Желательно кеторол салып беретін шығар. Қазір аналген демидорол салмайды. Сол жақсы болады. Давлениең көтеріліп тұруы мүмкін, айналайын. Сен докторға бар, маған емес. Сен докторға бар. Дұғаларды оқи бер өзің. Какая молитва или намаз помогает во сне увидеть, кто сделал порчу? Смысл? И что вы увидите от этого? К чему это вас приведет? Увидели там, не знаю, какую-то бабушку, дедушку, старца какого-то. Что это вам даст? Будете этого человека проклинать? А если это ложь? А если это от шайтана? На себя зачем навлекать другую проблему, когда у вас есть одна проблема? Мне кажется, когда у вас есть одна проблема, если вы чувствуете, что вас заколдовали, мне кажется, надо решить эту проблему, очиститься, не отвечать гадостью, злом, порчей. Зачем отвечать на ересь ересью? Где ваша будет мудрость? Где же ваша будет ислам? Где же ваша религия? Где ваше терпение? Где же ваше благородство? Разве это мучил пророк Мухаммад, Аллах и приветствует? Нет. Поэтому даже если это так, увидели во сне, что это вам даст. Поэтому, если вы думаете, что на вас наведена порча, пожалуйста, читайте молитвы, дуа читайте. Но никогда не надо просить у Аллаха, покажи мне, кто мне сделал. Покажи мне, какая женщина сделала. Наверное, вот эта свекровка. Наверное, вот эта заловка. Зачем вам это нужно? И так у нас семейные рузы обрушены на нет. Ислам категорически против. Аятом Корана Аллах запретил искать в людях изъяны, видеть в ком-то врага. Кроме дьявола, шайтана, для нас врагов нету. Второй враг сидит у нас самом, внутри у нас. Наша гордыня, наше эго нас портит. Чтобы опасаться от этих людей. И что? Допустим, в автобус вы сели в один и тот же автобус. Вы что, следите, что ли? В такси вместе не будете садиться. А если это близкий человек? А если вам покажется во сне ваша свекровка, и что будете, свекровкой избегать, что ли? Может, не будете здороваться? А если это будет теща? Можете проклинать будете его? Может, в дом не заведете? И к чему это все приведет вас? Да ладно, даже допустим, если так и это будет. Ну что это будет? Неужели вы хотите дать фору дьявольским наущениям? Не хотите ли вы открыть дорогу шайтану? Зачем вам это нужно? Аллах пусть направит. Это самое лучшее. Вот в каждой джума, в хутбе имамы вот твердят.
То есть, кого Аллах наставил, его никто не собьет. А кого Аллах сбил, его никто не наставит. Зачем? Зачем ворошить это? Оставьте удел Всевышнему. Пусть сам решит. Мы же говорим же в суре Аль-Фатиха, Малики Яумиддин. Неужели вы не верите в день суда? Оставьте это к суду Всевышнему. Не надо никого проклинать. На этом хорошем фоне, с таким хорошим цветом, с русским языком, наверное, скорее всего, мы сегодня завершаем наш эфир. Пусть над вами будет милость Всевышнего Аллаха, мир, спокойствие и самое главное, терпение нашим всем мусульманам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.